2024 жыл сәуір айының 1-нен бастап педагог кадрларға жұмысқа тұру және педагог кадрларды жұмысқа қабылдау жаңа сайт бойынша жүзеге асатын барлығымыз білеміз, ол сайт hrnobd.kz деп аталады. Бұл жерде қараңыздар. Сайтқа сіз как сотрудник, яғни жұмыс іздеуші және работодатель ретінде тіркелу керексіз, регистрация жасап және Қазақстан бойынша, қай қала бойынша сіз және қай район бойынша жұмыс іздейсіз, осы жерде мәліметтер ала аласыз. Яғни осы жерге регистрация жасап сіз жұмыс іздейсіз, сізді осы сайт арқылы жұмысқа шақырып, осы сайт арқылы сізді жұмысқа қабылдайды. Бұған дейін еңбек кезекпенен біз жұмысқа резюме жүктейтінбіз, жұмыс іздейтінбіз, ал педагог кадр болсаңыз, сіз міндетті түрде осы сайтқа тіркеліп, сізді осы сайт арқылы жұмысқа қабылдау керек. Жұмыс іздейтін болсаңыз, сіз міндетті түрде регистрация жасау керексіз. Соискатель ретінде работодатель тоже осы сайтқа тіркеліп, сотрудниктарды, педагог кадрларын осы сайт арқылы қабылдайды.